Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Абайдың 11-ші қара сөзін оқып беремін. 11-ші сөз. Осы елдің нем қылып жүргені немене? Екі нәрсе. Әуелі ұрлық, ұры ұрлықпен мал табам деп жүр. Мал иесі артылтып, алып тағы да байымын деп жүр. Ұлықтар алып беремін деп, даугерді жеп құтқарамын деп ұрыны жеп жүр. Қарапайым жұрт ұрлық айтып тағы да аламын деп, ұрыға атымды сатып пайдаланам деп, не өткізбесін арзанға түсіріп алам деп жүр. Екінші бұзақылар біреудің ойында жоқ пәлені ойына салып, бүйтсең бек боласың, бүйтсең көп боласың, бүйтсең кек аласың, мықты атанасың деп, ауқатларды азғырғы әлек болып жүр. Кім асса мен соған керек боламын деп, өзін біраз ғана азық қылайын деп жүр. Ұлықтар пәлі-пәлі бұл табылған ақыл деп, мен сені бүйтіп сүйеймін деп, ананы жеп сені бүйтіп сүйеймін деп, мынаны жеп жүр. Қара халық менің сонша үйім бар, сонша ауыл аймағыммен сойылыңды, соғайын дауыңды айтайын деп, қай көп бергенге партиялас боламын деп, Құдайға жазып жатпай тұрмай, салып жүріп басын ауылын, қатын баласын сатып жүр. Осы бір ұры бұзақы жоғалса, жұртқа ойда түсер еді, шаруа да қылар еді. Бай барын бағып, кедей жоғын іздеп, ел селкілденіп, талапқа тілеуге кірісер еді. Енді жұрттың бәрі осы екі бүкіл іске ортақ, мұны кім түзейді? Анттың, серттің, адалдықтың, ұяттың бір тоқтаусыз кеткені ме? Ұрыны тыю да болар еді. Бірақ осы бұзақының тіліне еретұғын, азатұғын байларды кім тыяды? Тыңдағандарыңызға рахмет.